Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай ең оңай жолмен дайындалатын капкейкелер дайындайтын боламын. Қажетті заттарымыз жұмыртқа, сұйық май, разрыхитель, сметана, қант, ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқамызды біртіндеп жарып аламыз. Одан кейін қантымызды біртіндеп салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп алуымыз қажет. Яғни біздің қантымыз толықтай еріп, жұмыртқамыз 2-3 есе ұлғайғанша миксерлеп алуымыз қажет. Одан кейін сұйық майымызды, сметанамызды салып, ұнымызға разрыхителімізді салып, араластырып, ұнымызды, яғни біртіндеп салып алуымыз қажет. Одан кейін ұнымыз шашырап кетпеу үшін осылай миксермен араластырып аламыз. Одан кейін миксерімізді қосып, барлығын толықтай, яғни жақсылап араластырып алуымыз қажет. Яғни біздің массамыз осындай көлемде болып шығады. Дайын формамызға, одан кейін капкейкелеріміздің дайын қағазын осылай барлығын салып шығамыз. Салып болғаннан кейін осылай қасықпен алып, барлығын, яғни толтырмай, орташа көлемде барлығын бірдей қылып салып шығуымыз қажет. Яғни жартысынан ғана көлемде барлығын салып шығуымыз қажет. Өйткені духовкаға салған кезде қағазымыздың бетінен бірдей болып, барлығы бірдей көтеріліп шығады. Салып болғаннан кейін осылай қолымызбен басып, салынған капкейкелеріміздің барлығын түзеп шығуымыз қажет. Капкейкелеріміздің барлығын салып шықтық. Енді духовкамызға 150 градуста 30-35 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Капкейкелеріміз бізде дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Әрі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.